Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге сүтсіз дайындалатын блинчиктің рецептін ұсынамын. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, венчикпен бір келкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Бізде ақшыл масса шығуы қажет. Араластырып болғаннан соң үстіне жылы суымызды құйып тағы да кішкене араластырып жібереміз. Араластырып алдық, енді оның үстіне ұнымызды ситодан өткізіп араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Венчикпен араластырған кезде бізде ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Мінекей осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте ыстық қайнап тұрған суымыздың үстіне кішкене ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң осы ыстық суымызды қамырымызға құя отырып араластырамыз. Немесе осылай бір қолымызбен араластыра отырып, екінші қолымызбен суды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Араластырып болдық. Мінекей біздің осымен блинчигіміздің қамыры дайын, осындай болып шығады. Ендігі кезекте сковородкамызды майлап аламыз. Тек қана біріншісінде ғана сұйық маймен майлаймыз, қалған кезінде блинчиктарымыз өзі жабыспай пісіп шығады. Енді бір шөміш массамызды алып, сковородкамызға құйып, бір шетінен бастап домалақтап айналдырып шығамыз. Бізде қызып тұрған сковородкаға құйған кезде осындай тесіктер пайда болады. Астыңғы беті қызарып піскеннен кейін үстіңгі бетіне ауыстырамыз. Дәл осылай екі бетінде кезекпен пісіріп аламыз. Мінекей осымен блинчигіміз дайын. Дәл осылай барлық блинчиктарымызды кезек пісіріп аламыз. Сіздерге тағы бір блинчикті көрсетейін. Мінекей осылай құйып домалақтап айналдырып аламыз. Содан кейін астыңғы беті піскеннен кейін үстіңгісіне ауыстырамыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте қарапайым рецептпен өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.